өзіңді орныңнан тұрғыза алмай жатсаң, бастаған нәрсеңді аяқтай алмай жатсаң, телефонға кіріп кетіп қанша уақыт құртқаныңды байқамай жатсаң, тәттіні тоқтата алмай жатсаң, спортқа апара алмай жатсаң, жұмысыңды жасай алмай жатсаң, мақсатыңа жете алмай жатсаң, арманыңа жете алмай жатсаң деген сияқты мәселелердің бәрін алып ашатын болсақ, оның астында тұрған нәрсе дофамин деген гормон. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалайсыздар? Жағдайларыңыз қалай? Бүгін біз осы тақырыпта дофаминовая яма, арзан, өте миға сырт келбеті әдемі көрінгенмен негізінде мида сындыратын дүниелер, мида құлдырататын нәрселер. Ол үшін біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Ми табиғатында тез нәрсені жақсы көреді. Берсең ала береді. Тез кайф берем десе, кім отказ береді? Ми тем более отказ бермейді. Ми тез кайфтарға тез бейімделеді. Әрине, таңдау тұратын болса, ол тез кайфтарды таңдайды. Бірақ ол тез ләззат ми үшін өте қатерлі. Неге? Өйткені ол оны жалқауландырып жібереді да, өмір сүруге деген ынтасын өшіріп тастайды. Біздің ми өмір сүру үшін күнделікті күресу керек, әрекет жасау керек. В общем, мидың екі түрлі ләззат системасы бар. Ең бірінші ләззат система ол бағанағы тез басталатын, бірақ сол сияқты тез аяқталып қалатын ләззат. Ол TikTok, тәтті, жату, жаман нәрселер, ғайбат деген мәселелердің барлығы, жалпы күнәлардың барлығы, ол барлығы емес, енді осындай бір формадағы бағана TikTok, Instagram сияқты мәселелер, ол миыңды, энергияңды тосып тастайтын дүние. Өйткені сенің миың дым істемей өзіне қарымта алды. Дым істемей өзіне нәтиже, шешім алды. Әрекет жасамай, ол просто алды да ләззат сатып аласың, ләззат аласың. Қараш, енді сен екінші рет оған әрекет жаса деген кезде, ол жасамайды. Неге? Өйткені ол біледі. Ол әрекет жасамаса да ләззат алады. Ал енді екінші ләззаттың түрі бар, ол әрекет жасап болғаннан кейін, қиналып бүйтіп бір нәтижеге жеткеннен кейін келетін ләззат, ол ұзақ ләззат болады. Ол серотониновый ләззат болады. Ол сені рахаттандыратын, ұзақ мерзімге өзіңе сенімдікті өсіретін бір бақытты қылатын ләззат. Міне, қазір бізде мәселе осы дофаминде. Дофамин деген ол ләззат гормоны емес. Дофамин деген ол күту гормоны. Дофамин деген ол предвкушение. Қазір мынандай болып қалады. Қазір анау тәтті жейміз. Қазір андай болады деген кезде, міне осындай идея пайда болған кезде шығатын гормон. Міне қазір деген кезде сен енді деп атқан кезде сен аласың да былш еткізіп оған сразу бересің де 1 сағаттық TikTok бере саласың. Сөйтіп дофамин просто құйылып кетеді, су болып ағып кетеді. Ол енді міне давай істеп көрейік, давай деп атқан кезде, ожидание болып атқан кезде сенің миың давай алайық деп атқан кезде сен аласың да жатқызып тастайсың да оған тәтті беріп жібересің. Әрекетсіз берілген нәтиже, әрекетсіз берілген қарымта, ләззат, ол сенің дофаминіңнің бычтын шығарып тастайды. Өйткені дофамин ол күтіп отырады. Қазір әрекет жасаймыз демейді ол. Қазір мені кеп қалу керек, қазір деп отқан кезде сен оны жұмысқа салып жіберетін болсаң, дофамин сені наоборот жұмыс жасатқызады, ана нәтижеге жеткізу үшін, соның түбінде ләззат алу үшін ол сен жұмыс жасатқызады. А сен сон бүйтіп дофамин енді жұмыс жасайын деп шығып тұр, уже дайын тұр, киініп сыртта тұр, ол уже таксиді күтіп тұрған дофаминді аласың да сен бычтын шығарып тастап, құйып тастайсың, төгіп тастайсың. Неге? Себеп нәтижелерді, ләззаттарды ешқандай әрекетсіз миыңа құйып атсың. Еще елестетші, сен ұйқыдан тұра салып істеткізіп атсың сол нәрселерді. Ұйқыдан тұрасың, сразу телефон. Біреудің өміріне кіріп кеттің, неше түрлі краскілер, неше түрлі өмірлер, неше түрлі тағдырларды қарап шықтың, юмор бар оның ішінде, уағыздарды тыңдап шықтың. Болды. Сенде уже дофамин қамады. А дофамин қамады деген сөз, сенде бүгінгі күнге ынта қамады деген сөз. Бүгінгі күнге энергия қамады деген сөз. Сен болды, бүгінгі күн овощ болып өтесің былай. Еш нәрсе істегіз алмай өзіңді. Міне, мәселе сода. Мәселе тез берілетін қарымтада. Сол себепті мына 3 қадамды жаса. Негізі өзіңді дофаминовый детокс дейді, ол полностью алып тастау ләззаттарды. Ол сумасшествие, ол жындылық деп санаймын енді. Мен ол нәрсені бір жындылық емес шығар енді, бірақ андай дым істемей, яғни бір күн ішінде мысалы үшін өмір бақи сен 10 килограмм тамақтан жеп жүріп, бір күннің ішінде жоқ, мен бүгін тек қана су ішемін деп, бір неадекватный подход сияқты да, бір 2 күннен кейін, 2 күннің ішінде бір саған сол нәтижені жасау керек сияқты бір идеямен жүресің да. Ол міне сол қате. Ой, сен 20 жыл жинаған салмағыңды неге сен бір айдың ішінде тастағың келеді? Міне осы идеяның өзі негізінде қате. 20 жыл жинаған салмағыңды сен 1 жылдың ішінде тастасаң да, 3 жылдың ішінде тастасаң да, альхамдулилля емес, ол 1 жыл бәрібір өтеді, 3 жыл бәрібір өтеді. 3 жылдан кейін әдемі болсаң кайф емес пе? Бірақ денің сау, есің сау, әдемі боласың. Көрдің бе? Мәселе неде?
Мәселе дофаминовый детокс деген кезде сен аласың да өзіңді бүкіл ләззаттардан кесіп тастайсың. Кесіп тастағаннан кейін ол мақұл, сенің нәпсің миың бір күн шыдап берер, 2 күн шыдап берер, 3-ші күн алады да ол сені батырады сол ләззаттардың ішіне. Срыв деген нәрсе пайда болады. Сондықтан сен бүкіл ләззаттарды алып тастама. Просто ләззаттарды жасалған істен кейін бер. Мысал үшін жұмысыңды жасап бол, пожалуйста, жарты сағаттық TikTok бер. Әрекетің жасап бол, кешке дейін жұмыс жаса, пожалуйста, кешке жақын келді, жарты сникерсіңді бер. Мынандай 1 тонна берудің қажеті жоқ. Аз-аздан беріп отыр. Ең бастысы, ләззатын алды ма? Алды. Жұмыстан кейін ба? Кейін. Өзіңді жұмыссыз ләззат алуға өзіңді жіберме. Өйткені ол сені әлсіретіп жібереді. Екінші қадам, ол сен өзіңе дұрыс мағыналы замена жаса. Мысал үшін, сен бүгін аптасына, мысал үшін, бір күн сен полностью рилс қарамайтын күні. Сол күнді сен замена жасау үшін, онда сен сол күні тауға барасың. Сол күні сен тауда жүресің. Жаңа бір ләззаттың формаларын зерттей бастайсың. Саған пайдасын тигізетін ләззаттың формаларын зерттей бастайсың. Сөйтіп отказ бересің. Жаңа ләззатпен ескі саған зиян тигізетін ләззатты алып тастайсың. Қимылы бар, физикалық активності бар, сен адамдары бар, қоғам бар, адамдармен қарым-қатынасқа кіре алатын, сөйлесе алатын бір сондай ләззаттың формасын аласың да, мына өзің үйде жатып телефонды қарап отыруға айырбастайсың. Міне, бірақ бұны күніге жасамайсың, аптасына 2 аптада 1 рет жасап отырасың. Міне, бұл екінші қадамың болады. Сол кезде сен жайлап миыңда дофаминді өзінің қалпына келтіресің. Үшінші мәселеде, бұл нәрсені мен алдында подкасттарда да айтқам, қазір де айтамын. Аз қадамдардан жаса. Миыңды шошытып алма. Сен, мысал үшін, рилсқа бағанағыдай уақыт қой. Жұмысыңды жасап болып қарайтын болсаң да, рилсқа уақыт қой. Сен жарты сағаттан артық қарама рилсті. Өлгенше қараудың қажеті жоқ. Жарты сағаттан артық қарама. Оның орнына 10 минуттық жалдаға шығып, жаяу жүріп кел. Оның орнына 10 минут алда кітап оқы. 2 минут кітап оқысаң да, рилстің орнына кітап оқы. Ең бастысы таймингтар. То есть сен жасап жатқан ана рилсті алып тастама полностью, просто оны қысқартып таста. Жарты сағатқа дейін қысқартып таста, и оның орнына кішкентай өте майда, өте миыңды қинамайтын, шаршатпайтын, бірақ өте саған пайдасын тигізетін әдеттерді енгіз. Міне, осы 3 қадам арқылы сен 1 жыл дегенде, иншалла, өзіңнің ойыңды, концентрацияңды, мысыңды, дофаминіңді өсіресің да, сен қалаған жеріңе, қалаған моментте, қалаған әрекетіңді жасатқыза аласың. Өз миыңді өзің басқара алатындай жағдайға келесің.